Сәлем достар, менің тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге 8 сынып Қазақстан тарихынан Қазақстандағы казак әскери отаршылдығы тақырыбы туралы видео түсірдім. Сондықтан қазақша тегін білім алу үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. 4-ші бөлім отарлау және ұлт-азаттық күрес деп аталады. Біз әуелі отарлау дегеннің мағынасын ашып алайық. Отаршылдық дегеніміз бір үлкен державаның не болмаса бір мемлекеттің басқа елді жаулап алып, сол жерді бағындырып, халқын қанап, отаршылдық езгіге түсіруі отарлау деп аталынады. Ал ұлт-азаттық күрес дегеніміз сол отар елдің, яғни отарлап алған елге қарсы күресі, тәуелсіздік үшін, бостандық үшін жүргізген күресі ұлт-азаттық күрес деп аталынады. Сабақ тақырыбы Қазақстандағы казак әскери отаршылдығы. Бұл сабақтан Ресей мемлекетінің Қазақстанды отарлау кезінде казак әскерлерінің қандай мақсатта пайдаланғандығын көретін боламыз. Қазақстанда және онымен шектес аумақтарда 4 казак әскері болды. Олар Жайық казак әскері, Сібір, Орынбор және Жетісу казак әскерлері еді. Казактар әскери қызмет атқарды және Ресей империясы үшін негізгі атқарған қызметтері орыс армиясының шетелдерге жасаған жорықтарына қатысатын болды. Ұлт-азаттық көтерілістерді, шаруалар мен жұмысшылардың көтерілістерін басуға қатысатын болды. Ресейге жаңа жер қосып алуға белсене қатысты, шекараны қорғауға қатысты және бекініс құрылыстарын салуға қатысу, полицейлік қызмет атқару міндеттерін атқарды. Сонымен қатар олар жолдар мен көпірлерді салуға және оларды жөндеуге, тіпті почта қызметтерін атқаруға да қатысатын болды. Патша үкіметі казактарды өзіне шын беріле қызмет атқару үшін құнарлы жерлерді көптеп берді. Сондай-ақ тұз кәсіпшілігімен айналысуға мүмкіндік берді. Орманды, өзенді, көлдерді, тоғандарды пайдалануға да ерекше құқықтары болды. Сондай-ақ казактар жалдамалы әскери қызмет атқарды. Ол жалдамалы қызмет атқаруға өзінің атымен, киім-кешегімен, азық-түлігімен шығатын болды. Және 1835 жылға дейін казактар әскери қызметті өмір бойы жалдану тәртібімен атқарды. Тек қана 1835 жылдан бастап Ресей империясы казактарды 30 жыл әскери қызмет атқаруға белгіледі. Казактардың құрамы мынандай себептермен толықтырылып отырылды. Біріншіден, олардың табиғи өсуінен көбейді. Екіншіден, бұл топқа орыс шаруаларында қабылдап отырды. Үшіншіден, Ресей мемлекеті соғысқан уақытта шетел тұтқындары, шведтер, француз, поляктардың да есебінен толықты. Төртіншіден, Ресейге бағынышты халықтар, татар, башқұрт қалмақтардың да саныменен толығып отырды. Жайық казактары алғаш рет Қазақстанның территориясында 16 ғасырда Жайық өзенінің бойында пайда болды. Бұлар негізінен Ресейдің оңтүстігінен қашқан босқын, еркін адамдар болды. Бұларда өзін-өзі басқару құқығы болды, бірақ патша үкіметі бірнеше ғасыр өткеннен кейін, яғни 18 ғасырда бұл босқындарды әскери қызмет атқаратын казак әскерлеріне айналдырды. Орынбор казак әскерлері 1748 және 1755 жылдардың аралығында құрылды. Бұл Орынбор казак әскерлерінің Жайық казак әскерлерінен айырмашылығы, Жайық казак әскерлері бұл өз беттерімен Қазақстан территориясына келіп қоныстанған босқындардан құрылса, ал Орынбор казак әскерлері бұл Самара, Уфа, Алексеев және Есет казактарының қатарынан құрылды. Орынбор казак әскерлері Орынбор губерниясының оңтүстік және оңтүстік-шығыс шекараларында орналасып, осы өлкенің шамамен 1/4 бөлігін алып жатты. Орынбор казак әскерлерінің орталығы Орынбор қаласында орналасты. Сібір казактарының негізін әскери қызметтегілер құрды. Олар 16 ғасырдың аяқ кезінен бастап Сібір әскери бекіністерінде күзет қызметін атқарды. 1808 жылы Сібір казактары Сібір шекара шебінің казак әскерлері деген ресми атқа ие болды. Әскердің штабы Омбы қаласында орналасты. Олардың әскери атаманы Батыс Сібір генерал-губернаторына, кейінірек Дала өлкесінің генерал-губернаторлығына тікелей бағынды. Жетісу казак әскерлері 1867 жылы Сібір казактарынан құрылды. Сол жылы Жетісу облыста құрылды.
Бұл облысты басқару үшін әскери губернатор болып тағайындалды және Жетісу казак әскерлерінің атаманы болып та бекітілді. Жетісу казактары Бұқара әмірлігін, Қоқан, Хиуа, Түркменстанды бағындыруда және ұлт-азаттық көтерілісті басуда ерекше белсенділік танытты. Казактардың шаруашылығына келетін болсақ, негізінен олар егіншілікпен, мал өсірумен, балық аулаумен, тұз өндірумен айналысты. Мысалы, жайық казактары тек қана қызыл балық пен қара уылдырықтың өзінен күміс ақшаменен бірнеше мыңдаған қомақты ақша тауып отырды. Ал Орынбор казактарының әйелдері ешкінің түбітінен Орынбор шәлісін тоқып, ол көптеген елдерге тарады. Сондай-ақ патша үкіметінің казактарға берген құнарлы жерлерін қазақтарға мал жаюға жалға беріп отырды. Одан да қомақты ақша түсірді. Сібір казактары бұлар бау-бақша өсіруменен, темекі өсіруменен де айналысты. Сондай-ақ тоңмай дайындау, кендір дайындау кәсіпшіліктерімен де айналысты. Достар, мен бұл сабағымда Қазақстандағы казак әскери отаршылдығы туралы қысқаша баяндадым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.